Бірде жаңа Юсуф алейхиссалам келіп айтады ғой, өзінің көрген түсін. Әкешім, мен түсімде 11 жұлдыздың және күн мен айдың маған сәжде қылып жатқанын көрдім деп. Сонда әкесі айтады, Яқуб алейхиссалам, я бунайя ла тақасус руяка аля ихватик дейді. Сен мына көрген түсіңді бауырларыңа айтпа дейді. Өйткені бәлкім біреулер ішінде қастық қылып жүруі мүмкін деген мақсатта айтып жатыр, яғни жасыр деп жатыр. Бұл нәрседен біз қандай ғибрат аламыз? Яғни біз мысалға алдағы уақытта қандай да бір жетістікке жетуді, бір нәрселерді көздеп жүретін болса, бір жоспарларын істеп, оны кез келген адамға айта бермеу керек екен да. Өйткені Аллах елшісі басқа бір хадисте айтады, алейхиссалату вассалам, истаину аля қудои хаваиджикум бил китман дейді. Өздеріңнің қажеттіліктеріңді өтеуге жәрдем беріңдер не нәрсемен, оны жасырумен дейді. Фа инна кулла зи ниъматин махсуд дейді. Өйткені әрбір нығмет иесі неге ұшырайды деп жатыр? Хасатқа, яғни қызғанышқа ұшырайды деп жатыр. Біз не істейміз? Керісінше бір қандай да бір нәрсені қалайтын болса, оны анам-мынаған айтып, жаңағыдай мен бүйтейін деп жатырмын, мен солай істейін деп жатырмын деген сияқты бір бәріне жайып жүреміз да. Негізі ол нәрсе дұрыс емес деп жатыр да. Сенің жасыруың сол нәрсені, ол даналық деп жатыр да. Бұл нәрседен соны көруге болады. Және бір тараптан адамдардың алдында да абыройыңызды сақтайсыз да. Ол қалай? Мысалға, жаңағыдай өзіңіз бір жоспарларыңызды айтып қойдыңыз, мен былай істейін деп жатырмын, солай деп. Кейін сол нәрсе болмай қалса, жаңағыдай адамдар сізге сөйлеуі мүмкін ғой, ол тек ауызбен тындырады екен деген сияқты. Адам мысалы өзі де өмірінде көреді ғой ол нәрсені. Қаншама мысалы ісі ұқсамай қалғанын. Ол адамдарға айтады, кейін ол істері ұқсамай қалған. Көрдіңіз бе, бұл нәрседе даналық жоқ та негізінде. Біз қандай да бір нәрсеге жетуді қаласақ, оны жасыру керек екен.